Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сырымда толы бала би мен сырым. Оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Бағалау критерийлері көркем шығарманың идеясын түсінеді, үзінділерді шығармашылық жұмыста қолдана алады, өмірмен байланыстыра алады. Оқушылар, есімізге түсірейік. Сырымда толы деген кім? Қандай мәліметтермен таныссыздар? Несімен әйгілі? Қандай шешендік сөздерін білесіздер? Жақсы, есімізге түсірдік. Енді сырымда толының қысқаша өмірбаянына тоқталайық. Сырымда толы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен. Шыққан тегі кіші жүздің бай ұлы тайпасының Байбақты руынан. Асқан ақылының арқасында өз ортасына тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан. Ел аузында сақталған әңгіме аңыздарда сырымда толы Малай Сары, Алдар, Есет секілді билерден бата алған. Өз заманында жер мен жесір дауы, адам құқығы, ұрлық, барымта және тағы да басқа қоғамдағы орын алған дауларға араласып, тура әділ билік айтып елдің бітімшісі ретінде танылған. Шым шытырық дау жанжалдарды егжей-тегжейлі саралап, жіктеп сөйлей білген. Тіптен тұтқиылдан қойылған сауалдарға ықшам, жинақы жауап бере білумен де ерекшеленген екен. Бірінші тапсырма топтастыру стратегиясы арқылы сырымда толына тән қасиеттерді айтып шықсаңыздар. Жақсы. Сонымен сырымда толы кім? Қолбасшы, әйгілі шешен, кіші жүздің Байбақты руынан шыққан батыр, өжет мінезді, қайсар, Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен күрескер. Дұрыс айтасыздар. Енді балалар, сырымда толын нақыл сөздермен таныс болайық. Екінші тапсырма, төменде берілген нақыл сөздермен танысып, өмірмен байланыстыра отырып, мысал келтіріп мазмұнын талдайсыздар. Біріншісі, табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайыннан асқан жау жоқ. Қалай түсінесіздер? Жақсы, келесі. Азамат жетім болмайды, халықтан болса панасы. Халық жетім болмайды, басшы болса данасы. Келесі. Ағаңнан айрылсаң, қанатыңнан қайрылғаны, әкеңнен айрылсаң, асқар тауының шағылғаны, сүйген жарыңнан айрылсаң, жапырағының қуарғаны, анаңнан айрылсаң, ағып жатқан бұлағының суалғаны. Не деген сөздер? Иә? Талдайық. Жақсы. Келесі. Ата тұрып ұл сөйлесе ержеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе бойжеткені болар. Келісесіздер ме? Келіспейсіздер ме? Келіссеңіздер не себепті келісесіздер? Келіспесеңіздер не себепті келіспейсіздер? Жақсы оқушылар, тұжырымды ұтымды ойлар ортаға салынды. Енді сырым би мен бала бидің шешендік сөзінің аудио нұсқасын тыңдайық. Бала би мен сырым. Сырым бір жылы орта жүзге барғанда сол елдің бала би деген биіне кез келеді. Сырым мен бала би екеуі көп әңгімелеседі. Бала би сырымға бірнеше сұраулар қояды. Сырым жауап береді. Сіз ағайынды нешеу едіңіз дейді бала би.
Мен ағайынды екеумін дейді сырым. Сізді даттан ағайынды 11 деп естуші едік. Сіз түсінбедіңіз. Мен даттан 11 екенім рас. Бірақ та олардың маған қанша керегі бар? Менің ағайынды екеумін дегенім, біреуі өзім, екіншісі халқым. Сөз анасы не? Су анасы не? Жол анасы не дейді бала би? Сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ деп жауап береді сырым. Өтірік пен шынның арасы қанша жер, неше шақырым болар дейді бала би. Өтірік пен шынның арасы 4 елі, көз бен көргеннің арасы, құлақ пен естігеннің арасы неше шақырым деп мен алдамаңыз дейді сырым. Ақылды қандай адамға айту керек? Ақылды ұққанға айту керек. Ат не үшін шабады? Ер не үшін шабады? Ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Бұл дүниеде не тәтті дейді бала би? Аста тұз тәтті, адамда дос тәтті дейді сырым. Үшінші тапсырма. Жаңа ғана бала би мен сырым шешенді сөзінің аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Енді жан-жақты талдайсыздар. Бірінші, сипатта. Бала биге сипаттама жасайсыздар. Екінші, салыстыр. Бала би мен сырымның ұқсас қасиеттері мен айырмашылығын салыстырып жазасыздар. Үшінші, ұсын. Яғни сырым өзінің шешендік қабілетін қалай, қай жерде пайдаланды. Төртінші, дәлелде. Өтірік пен шынның арасы неге 4 елі екенін дәлелдейсіздер. Бесінші, талда. Шешендік сөз қалай жазылған? Ерекшелігі неде? Басқа шешендік сөздерден қарағанда. Және де соңғы ой толғау. Сырымның жауаптарының астарында не жатыр деп ойлайсыздар. Үшінші тапсырмаға берілген дескрипторлар кейіпкерге сипаттама жасайды, салыстыру жүргізеді, өз ойын дәлелдейді, жан-жақты талдау жүргізеді. Жақсы, кірісеміз. Жазып болдыңыздар деп ойлаймын. Келесі тапсырма 4-ші. Шығармашылық жұмыс. Берілген сөздерді жалғастыра отырып, шешендік сөз құрастырып жазыңыз. Яғни оқушыларына 4 берілген нақыл сөздердің біреуін таңдайсыздар, және де оны арғатай жалғастырып алып кетулеріңіз керек. Бірінші, сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ. Екінші, өтірік пен шынның арасы 4 елі. Үшінші, ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Төртінші, аста тұз тәтті, адамда дос тәтті. Төртінші тапсырмаға берген дескрипторлар берген сөздерді орынды қолданады, көркем бейнелі сөздерді пайдалана алады, өмірмен байланыстыра алады. Жақсы оқушылар, іске сәт. Енді оқушылар, сабағымызды ең әдісі арқылы қорытындылаймыз. Ең қызықты тапсырма қайсысы болды және несімен қызықты болды? Ең жеңіл тапсырма неліктен жеңіл болды? Ең күрделі тапсырма қай жері өте ауыр болды және неліктен? Деген сұрақтарға жылдам жауап берелік. Сонымен тапсырма сырымда тұлына арнап хат жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.